Цветная капустаны жуып, бөліктерге бөліп аламыз. Қайнап тұрған суға кішкене ғана тұз салып, орташа отта 2 минуттай қақпағын жауып пісіреміз. Піскен соң сүзіп алып, дәміне қарай тұз саламыз. Егерде 2 минуттан артық пісіретін болсаңыздар, өте жұмсақ болып қалады. Помидорларды турап, үстіне кішкене тұз сепеміз. Достар, менің каналымда өте дәмді, ерекше жасалынатын тамақтардың рецептері бар. Қарап кетіңіздер. Майонезге теркадан өткізілген чеснокты қосамыз, және де чили бұрышын қоссаңыздар болады, егерде ашты жақсы көрсеңіздер. Жақсылап араластырамыз. Ыдысқа кішкене ғана сұйық майды жағып, цветная капуста мен помидорды салып, үстіне соусты құйып, жақсылап араластырамыз. Енді бетіне ірімшік саламыз. Запеканка дайын болды, достар. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Сіздермен болған назым, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Рахмет!